Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін тюльпан самсасын жасайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай. Асыққан кезде жасасаңыздар 30 минутта дайын болады. Дәмі ерекше керемет болатын. Дастархандарыңызда ерекше болып көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоны толықтай көріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қыздар, ұнымызды дайындап аламыз. Одан кейін тоңазытқыштан шыққан сары майымызды ұнға малып алып отырып, теркадан өткізетін боламыз. Сол кезде теркаға жабыспайды, жақсы өтетін болады. Бұл жерде қыздар, менің теркам сынып қалыпты. Үйдегі бар теркамен өткізіп жатырмын. Егер болмаса теркаларыңыз, пышақпен майдалап турап алып, осылай ұн екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Бізде деген крошка пайда болу керек. Екі қолымызбен осылай жақсылап ұн екеуін араластырып алу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осындай крошка пайда болады. Одан кейін қасығымызға 1 шай қасық сода алып, 9% уксуспен екеуін араластырып аламыз. Қыздар, мен бұл жерде қасыққа жасап жатырмын ғой. Сіздер қасыққа емес, шыныға салып, екеуін жақсылап араластырып, тұзбен, содамен уксусты жақсылап араластырып алыңыздар. Содан кейін барып, қаймаққа қосып араластыратын боласыздар. Мен сразу қаймаққа салғаннан кейін менікі осылай көбіктеніп кетті. Сіздер олай жасамаңыздар. Ең бірінші жақсылап араластырып алып, одан кейін сметанаға қосасыздар. Сосын тестамызға 1 жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ешқандай артық ұнды, сметананы қосудан қажет жоқ, қыздар. Дәл осы массамызбен жұмсақ қамыр пайда болады бізде. Тек илеп жақсылап араластырып отыруымыз керек. Әр жердің ұны басқаша болғандықтан, егер қолдарыңызға тесталарыңыз жабысып жатса, 10 граммдай ұнды дастарханға сеуіп жеріп, осылай жұмсақ қамыр илеп қойсаңыздар болады. Міне өте жұмсақ, қолға жабыспайтын теста болады. Демалдыру үшін жарты сағатқа холодильникқа салып қоямыз. Оған дейін начинкасын жасайтын боламыз. Менде бұл жерде фарш, пиязды өте майдалап, жақсылап тураймыз. 1 пияз қостым. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын, қыздар. Қалауларыңыз бойынша картошканы қоссаңыздар болады. Мен 1 картошка қостым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сұйық май, кішкене жарты қасық кристалликке қостым. Дәміне ерекше дәм беру үшін. Жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды алып, 2-ге бөліп, весімен 50 граммнан әрқайсысын бөліп алдым. Менде 17 штук самса шықты. Осылай бәрін домалақтап дайындап аламыз. Беті кеуіп кетпес үшін салафанмен жауып қоямыз. Бір-бірден алып, жақсылап тестамызды жайып алатын боламыз. Қатты қалың қылып емес, қатты жұқа қылып емес, осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз, қыздар. Теста өте нәзік, қатты баспаймыз. Начинкамызды тек бір шетіне ғана қосамыз. Дәл ортасынан кесіп, тюльпан тәрізді тестамызды айналдырып отырып түйетін боламыз. Осылай айналдырып шығамыз. Одан кейін салмамыз шығып кетсе, осылай қолымызбен басып жеріп, жақсылап астын түйетін боламыз. Фаршымыз бізде шығып кетпеу керек. Сол үшін жақсылап қысып, осылай түйсеңіздер болады. Тағы біреуін көрсетейін, қыздар, сіздерге түсінікті болу үшін тестамызды жайып аламыз. Салмасын тек бір шетіне ғана саламыз. 1 қасық салсаңыздар жетеді. Осылай айналдырып жауып шығамыз. Одан кейін астын жақсылап жауып, начинкамыз шығып кетпейтіндей қолымызбен домалақ формаға келтіріп, бас жағын көтеріп, әдемілеп, барлық самсаларымызды түйіп дайындап аламыз.
Міне өздеріңіз көріп тұрғандай түрі өте ерекше болып шығады. Ең бірінші өстіп бәрін түйіп дайындап алыңыздар. Одан кейін жұмыртқаны әсемдік үшін жағып күнжіт сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде ақ қара күнжітті пайдаландым, немесе мак қоссаңыздар да болады бетіне. Қызып тұрған 180 градуста пешімізге 30-40 минутта пісіріп аламыз. Сіздерде егер асел пеш басқа пеш болатын болса, міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Дәл осындай қызғылт түсті болып шығады самсаларымыз, өте дәмді болып. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентінің дамуына өз үлестеріңізді қосып, құрбыларыңызбен осы рецептпен бөлісіп ұмытпаңыздар. Міндетті түрде ауызашарға жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір.